Сәлем достар, Динараң асханасына қош келдіңіздер. Бір жасағына өте дәмді болып шығатын пицца дайындайтын боламыз. Маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоның соңына дейін бірге болыңыз. Ыдысымызға аштығымызды салып, үстіне жылы сүтімізді құятын боламыз. Бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан кейін ашыған аштығымызды ұнымыздың үстіне құятын боламыз. Үстіне сұйық майымызды құятын боламыз. Сұйық май, мұздай су. Осындай комбайнда илейтін болсаңыз, тұзымызды соңында салатын боламыз. Ал қолмен илейтін болсаңыз, тұзымызды суға салып ертіп аласыңыз. Қамырымыз дайын болды. Столымыздың үстіне салып, қойып жақсылап илейтін боламыз. Илеп болғанымыздан кейін ыдысымызды аздап майлап жіберіп, қамырымызды 30 минутқа қалдыратын боламыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындайтын боламыз. Менде шұжық, сыр, кетчуп, майонез, олива массасын қолдандым. Сіз өзіңіздің қалаған салманы қолдансаңыз да жақсы шығатын болады. Қамырымыз көтеріліп қалды. Өте жұмсақ, жақсы көтерілгені көрініп тұр. Осы қамырды мен 9 бөлікке бөлдім. Қамырымызды 9 бөлікке бөлгенімізден кейін 5-10 минутқа қалдырамыз. Тынған қамырымызды оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Листіміздің үстіне пергамент қағазымызды қойып, қамырымызды жасап болғанымыздан үстіне қоямыз. Саусымызды теңдей етіп қасықтың көмегімен жайып алатын боламыз. Үстіне шұжығымызды қойып шықтым. Сіз өзіңіздің қалаған үйіңізде барын қолдансаңыз болады. Екінші қамырымызды да мен әртүрлі қылып жасадым. Қамырымызды жасап, үстіне соусымызды жағып, оливки маслымен де қолдандым. Өте дәмді, қош иістер беретін болады. Үстіне осылай қиярларымызды қойып шықтым. Қызып тұрған духовкаңызда 30 минут, 35 минутта қойып алдым. Сіз өзіңіздің духовкаңызға қарасаңыз болады. Үстіне сырымызды қойып шықтым. Өте пісіп шықты, өте жұмсақ, бір жасағаннан оңай болып жасалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жақындарыңызбен бөлісіп, маған лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліңіз. Келесіде қандай рецепт күтсеңіз, комментарийға жазып қалдырыңыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Осы рецептпенен сіз бір тестаменен 9 рецепт шығарып балапандарыңызды қуантыңыздар. Осыны тапсырыспенен алсаңыз да болады.